салайық соғып шапалақ. Ән саламын қуанамын келді ғайын құдаларын, қарсы алайық соғып шапалақ. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Жарқырап еді той думаным халқыма көрік. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Тойымызда болмайды бөлек. Төс қағысып шапан жауып, бір тұғырға қатар қонып, құдаласу қандай керемет. Төс қағысып шапан жауып, бір тұғырға қатар қонып, құдаласу қандай керемет. Құдалар, биле құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Ал баршаларыңызға ассалаумағалейкум бір сәлем бере болайық. Алладай басын айтам бар алапқа, ұлт етіп қой берік туған аманатқа. Өміріңе өң беретін хақты қалам, көңіліңді көндіреді қанағатқа. Абайдың шәкәрімнің ізі қалған қазақтың ол құсары саламатпа. Амандасып алайын баршаңызбен, жал біткендей болмасын жаманатқа. Ассалаумағалейкум сәлем бердік тойға келген осынау жамағатқа. Ұлдарыңыз ұлықты болсын, қыздарыңыз қылықты болсын. Осы тойға келген ағайын туысқандар, осы той баршаларыңызға жұғысты болсын. Темірлан мен Айгерім бақытты болсын деп қояйық. Қош келдіңіздер тағы да тойымызға. Рахмет. Енді шынымен бүгін шаңырағы аталы болған, дастарханы баталы болған, атағы Алатауда, қадірі Қаратаудай болған осы жаңа тілек елінде дүбірлі қуаныш болды. Енді осы қуанышымыздың негізгі себепкерлері екі жастарымыз. Енді арнайлап елордасы Астанадан, хан ордасы Көкшетауға келіп отырған шаңа құдаларымызды баршаларымыз біліп жатырмыз, естіп жатырмыз. Енді ең біріншіден рұқсат болса, осы барша ағайын туысқандардың басын қосып, сіздердің ақ тілектеріңізді, ақ баталарыңызды алып жатқан мен той иесін бір ортаға шақырып алайын. Ағайын туысқандармен бір көрістіріп алайын алдарыңызда. Жаңа тарғанымызбен алма тәтемізге қол соғып қойыңыздаршы. Ой келеді! Ассалаумағалейкум аға. Келіңізші. Бір өзі елуаттанда елуаттысы бар. Аға, бір ауыз сөзіңіз ғой, сіз бәрі күтіп тұрған. Ассалаумағалейкум, біздің қуанышқа қош келдіңіздер деп қойсаңыз болды. Ассалаумағалейкум, біздің тойымызға келгеніңізге қош келдіңіздер. Не бұл дедіңіз ау? Не дедіңіз ау? Біздің қош келдіңіздер дегенші болды. Қош келдіңіздер. Болды. Рахмет. Алма тәте, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіз халықтан сұраңыз. Армысыздар, құрметті қонақтар, ағайын туыс бауырлар, қош келдіңіздер. Қосып қойыңыздар. Шын айтайын бар ғой, осы Алма тәтеміз бар ғой, Алма анамыз осы қуанышты бар ғой, қараңыздаршы.
бір риза болып, мәз болып, бір 10 жылға жасап кетті тұр. Шын ба? Бір шабалау соғай қуанышы болып тұрмыз. Ал енді, Жанат ағамызға қараңыздаршы. Мына осы қуанышты уайымдар кішкене 10 жылға қартайып кетті бар ғой. Енді уайымы, шын айтайық, уайымы бір жақсылықтың уайымы ғой. Құдаларым аман есен келсе екен, аман есен төрімізден орын алса екен деген бір жақсы уайымдар болды. Енді рұқсат болса, құдаларымызды қарсы алайық. Құдаларымыздың енді босағада тұрған жарымас. Сол себептен құдаларымыз келген кезде біздің енді шашу шашатын апайларымыз дайын ғой, иә? Атқыштар дивизиясы. Иә, бұлай істейік. Бәріміз енді құдаларға шашып тастамайық. Құдаларға бір 2-3 табағын арнайық, қалған табақтарды ағайын туысқандарға шашайық. Үйде ұл өсіп келе жатыр, қыз өсіп келе жатыр. Осы кісілерге де жұғысты болсын деп, рұқсат болса бәрімізге шашайық, жұғысты болсын. Ал енді ат басын арнайлап біздің осы Көкшетау жеріне тіреп келіп отырған, біздің құдай осқан жаңа құдаларымыз, төрден орын алайын деп тұрған жаңа құдаларымызды сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен, ыстық ықыластарыңызбен ортамызға қарсы алайық. Жаңа құдалар, келіңіздер, енді қайдасыздар? Астанадан келген жаңа құдалар. Шап! Bir buludun bakır kabalar Şım silah su alır makabar En salamın kullanımın Kedi kayın kudaların Karsalaya soğuk şubalar En salamın kullanımın Kedi kayın kudaların Karsalaya soğuk şubalar Hoş geldiniz. Kudalar, kedi kudalar Birgi bulaya Nenge kudalar Kudalar, eski kudalar Benim dostlar, bizde kudalar Рахмет. Рахмет. Құдалар, қош келдіңіздер. Сапарларыңыз сәтті болсын. Мына жаққа тұрып алыңыздар. Ойбай. Әлі шашып жатсыздар. Мына жақта апаларым жерге түскен алып қайттан шашып жатыр әйтеуір. Қалай істеген біз енді Көкшетау жеріне қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз нұрлы, сапарларыңыз сәтті болсын. Енді Көкшетау елінің, осы жаңа тілек елінің бір жазылмаған заңы бар. Ол құдалар келсе, құдаларын бірін қалдырмай билетпей, дастархан басына жайғастырмай. Сол себепті құдаларымыз ортаға келген кезде бәріміз бірге құдалармен тамаша бір билеп алайық, сосын дастархан басына жайғастырайық. Ал жаңа құдаларымызды ортаға алайық. Қошемет қайда? Биге! Олде! Мына сыйлық сізге. Сіздің еще, мына кісінің еще қымыз ішпей тұрғандағы бейім әлі. Қымыз ішіп, әше күшті берейді. Мына сыйлық сізге, құдаша, құдай. Шапалап соқ қойыңыздар. Алла риза болсын.
тойымыздың басына осылай әдем бастап беріп жатсыздар. Ал енді қадірлі туысқандар, енді сіздерді аяқтарыңызды талдырмайық. Енді қадамдарыңыз сотты болса, рұқсат болса, дастархан басына жайғасыңыздар. Қазақ үйдің төрі болмайды. Отырған орындарыңызды баршаларыңыз төр деп санаңыздар. Қош келдіңіздер. Дастархан басы ашық. Жайғасайық, құдаларды төрлетіңіздер. Бірінші, екінші дастархан, құдаларды жайғасыз. Дастархан басына жайғасып болсаңыздар, өмірлі қуанышымызды әрмен қарай жалғастырайық. Енді құдаларымызды сән салтанатымызбен, құрмет қошеметімізбен дастархан басына жайғастырып алдық. Енді баршаларыңызға белгілі Әбіш Кекілбай атамыздың айтқан бір сөзі бар еді. Біреудің қуанышында қуанбайтын жанға Алланың құты болмайды, ал басқаның басындағы бақытты бағаламайтын жанға Алланың бағы бермейді деген. Бүгін міне осы әулеттегі қуаныштен қуанып келген барша ағайын туысқандарға Алланың құты, Темірлан мен Әйгерімнің басындағы бақытты бағалап келген жанға Алланың бағы берсін. Той баршаларыңызға тағы да құтты болсын. Алайда рұқсат болса, келе саласынан осы алтындарыңыздан алғандай болмай, ауыздарыңыз әнде, құлақтарыңыз әсем әнде болсын. Төрге шыққан барша ақшалықты аналардың құрметіне, алтын құрсақты аналардың құрметіне арнап, тамаша әнмен бастап берейік. Дөбілеткен тойымызды төмендетіп емес, өлеңдетіп жалғастырайық. Барша аналар қауымы жүз жасаңыздар. Anna деген сағатта ұлының атқаны өп паршаға бүгінгі бұл неге сіздердікі мейрамың құтты болсын болып жатқан сені жаннан алдым мені жаннан алдым құлпыра бер қарындасым аман болып жалпы аңши келер әнім сұлу қыздар сәнім аналарға құттықтап болсыңдар бәрі сені жаннан алдым мені жаннан алдым құлпыра бер қарындасым аман болып жалпы аңши келер әнім сұлу қыздар сәнім аналарды құттықтап болсыңдар бәрі. Жарайсыздар? Байқамардай муанада қызмысың аруана қыдамада сағасы тіршіліктің адамады жар болған туысқандарымыз бар. Міне уақыт жоқ заманда уақыт тауып, осы тойымызда тілегіміз арнайып, ақбатамыз беректеп төрге шығып отырған үлкендерімізді көріп, міне марқайып жатқан жайымыз бар. Енді біздер бүгін той иелерімен келісе келе, келісіп пішкен тон келте болмас деп, төрдегі үлкендеріміздің, әулеттің үлкендеріміздің жақсы ақ тілегімен бастағанда жөн көріп отырмыз. Өйткені құдалар қауымы қош келдіңіздер деген алғашқы сөзді біздің әулеттің үлкендері бастаса, қуалық болып жатқан жайы бар. Ендеше бір жақ езуі алтын болған, бір жақ езуі күміс болған, байырғының арты болып, қазіргінің қадірменді қарты болған, көкейіне қаншама ой тоқыған әулетіміздің үлкендерін ортамызға шақырайық. Үшінші дастархан және де төртінші дастархандағы барша әулеттің үлкендері, әулеттің жанашырлары той төріне сіздерді қарсы алсақ. Келіңіздер. Бір қатарға тұрайық, сыймағандарымыз үстіне қарай шығып тұрайық, мына жақта құдаларымыз, ағайын туысқандар. Ассалаумағалейкум халық. Құдалар қош келдіңіздер. Өміріңіз абырой тепсін. Адамдарыңыз аяғы құтты болсын. Осындай қуаныш бола берсін. Алма, жанат, тойларың аяғы құтты болып. Осындай тойлар ішінде бола берсін. Денсаулықтарыңыз зор болсын.
немере шөбересі біз сияқты атаулы ата болғандар. Мен 2 жасқа дейін олар сол айтатын ата денеңмен аттыңыздар, махаббатпен әңгімені сақтаңыздар деді. Бақытты болыңыздар, бәріне денсаулықты қош келдіңіздер. Құрметті құда-құдағилар, қош келдіңіздер. Сапарларыңыз оң болсын. Алла Тағала Қазақстанымызға тыныштық берсін. Тойымыз той қаласын. Айналайын жанаттарыма бұл тойлар құтты болсын. Балалар бақытты болсын. Құдаларың мың жылдық болсын, 200 жылдық. Осы қызықты көре беріңіздер балаларыңызды. Елімізде тыныштық беріп, еліміз сау болып, осы балалардың қызығын көріп жүре беріп ойлайсыз Алла. Hoş geldinizler. Жанат Алма, мінекей үлкен дастархан тарапында жаңа миллионларға кісілер айтатыным денсаулық болсын, денсаулықтарыңыз зор, денсаулықтарыңыз, прежде всего денсаулық болсын. Всех, значит, поздравляем. Да, да. Куда мың жылдық, аман сау, тату, жақсы араласып тұрайық. Құдағилар, ағайын туыс бауырлар, осы кештік, осы толықтың жинал отырған имамдары жақсы, жылы, жарық, жаңашқынасында тоқтауымен құттай, енді Жанат пен Алма біз енді Жанаттайдан бауыздар құтамын деп. Біз ертеден бері құтамыз Жанатпен. Сіздерден мен жаңадан қосыласыздар, жаңадан емес. Ол қатарында жылдар, 2 жылдар уақыт қалды. Міне қаладарыңыз құтты болсын. Айтылады ғой. Жігіт күйеуі 100 жылдық, құдамын құтты. Содан жазбасын, тату-таттылығымыз, демалыстарымыз үзілмесін. Әрқашанда жақсылықпен басын қосылуға жасын. Жалпы осындай жиналған азаматтардың бәрінде той болсын, балаларға аяқтанып жетіліп өсіп, осындай құдалықта кездестіріп жассын, бәріне амандық саулық, қайырлы болсын. Жанат Алма, тойларың қайырлы болсын, тойын тойлата берсін, 2 балаларың бақытты болсын, кеткен отаулары беріп шаңырағы биік болсын. Осы балапандарының қызығы көріңдер. Ал құда-құдағилар, сапарларыңыз оң болсын, осы көргендеріңіз осылай қызық той болсын, осылай тойда жүре беріңіздер, Алла денсаулық берсін. Жақсы демалып, жақсы құда-құдағи болып, 1000 жылдық құда болып, 100 жылдық күйеу болып, осылай араласып жүре берейік. Алла соған жеткізсін. Осы барша қауымға денсаулық тілеймін, барлықтарыңызға. Осылай той болғандарға той болсын Алла. Той болғандар одан ағайын бола берсін, немере шөбере сүге берсін. Жанат пен Алма да мінекей немере көріп, қайырлы болсын, немерелерім көбейе берсін, жетектеп жүре беріңдер екеуің бір-біріне қосылсын. Сол амандық саулық болсын, денсаулық болсын. Ол үшін. Мынау сияқты жас құдаларды жастардың арқасынан қосып отыр. Үлкен сарайда, базармен Малыстың ауында елші балдарына жұғысы болсын. Осылай тойдың доғаласын, аман тиісті кеңгел сол болып, алыстан келген туыстар бәрі осы жақсылықтың келіп, жақсылықтың кетіп ойласын. Жолдар аман болсын, құдалардың сол қайда болса да, құдалардың жақсылығын істейді. Болдық, ешкім қойып жатыр. Рахмет, Алла риза болсын.
тілектеріңіз қабыл болсын. Енді білесіздер ғой, әнде бар, жақсы сөздердің бары, жақсы тілектің барлығы осы аналарымызға арналған. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Бірақ біз айтар едік, баласы жақсы адамдар ешқашан қартаймайды деп. Ертеде бір көпті көрген бір ақсақалымыздың 3 бірдей ұлы болыпты. Сол ұлын сынамақшы болып жаңағы атамыз бір малды сойып, етін алдына қойып, мына еттің ішіндегі ең жаманы қайсы деп сұралыпты. Сол кезде үлкен ұлы әке тез қайнайтын өкпе жаман депті. Екінші баласы қайнай қоймайтын бауыр жаман депті. Үшінші кенже баласы әке адамның жақсысы болады, жаманы болады, бірақ кен еттің жақсы жаманын көрген жоқпын. Егер сұрағыңыз келгені мүше болса, онда тіл мен көз жаман, қалған жаман жоқ депті. Құдай өзі қосылып жатқан қос балапандарыңызды адамның бойынан табылатын қос жаманнан сақтасын. Тілдерін тілден сақтасын, көздерін көзден сақтасын. Аспаннан болатын алапаттан, жерден болатын әрекеттен сақтасын. Баршаларыңыз айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Енді әрқашан той төрінде тек қана той тойлап, томпаңдап, аман-есен жүре беріңіздер, орталарыңыз азаймасын. Бір естелікке суретке түсіп алыңыздар, сосын дастархан бастап. Сабатсыз кетсең дым болса, сызбай шырылмай, осылай мұңды сонда, азыр жеткізуші саған ең сонда. Ал енді киелі Көкшетау жері баршаларыңызға белгілі, 300-дің басын қосқан Қанабылайдың мекені және де кешегі сал серлеріміз Сақан сері, Біржан сал, үкілі Ыбырай аталарымыз жүрген сал серлік толған мекен. Енді адам түгілі міне жануарында тектілік бар мекен. Сол себептен де ат ойнаған жерде түп қалады деп, сол сіздердің құрметтеріңізге енді бүгінгі тойымыздың шашбауын арнайы тағы да көтеріп келіп отырған бүгінгі тойларымыздың әнші жігіті алдарыңызда Алтынбек, ұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге тамаша ән шашу болсын. Орталығы билеңіздер, көңіл көтеріңіздер. Алтынбек ұлдарыңыз. Құрметті қонақтар, қайырлы таң болсын.
ет дайын болғанша бүгін енді той алқасының сіздерге арнайы дайындалған бір сый сауғалары, сый сияпаттары бар, соны таратайық па деген ниеттеміз. Енді рұқсат болса, енді ортамызда ағайын туысқандардың баршасын сағат 3-ке шақырды. Сол енді дәл уақытында келген, ең бірінші келген қонаққа біз той алқасының атынан бір сыйлық бергіміз келіп отыр. Осы тойға ең бірінші келген қонақ кім? Ортаға шықсыншы, мен келгенде ешкім болған жоқ дейтін кісі. Ортаға келіңіз, ата келіңіз. Ең бірінші келген қонақ. Ассалаумағалейкум ата, қош келдіңіз. Есіміңіз? Ибатулла. Ибадулла. Қай жақтан келдіңіз? Жаңатілек. Жаңатілектен келдіңіз ба? Сіз келген кезде біреу болды ма? Ешкімде болған жоқ. Ешкім болған, жалғыз өзіңіз болдыңыз, иә? Кім? Кейбір мекемші. Сіздер үйде пенсиядасыздар ма, жұмыс істейсіздер ма? Пенсиядамыз. Пенсияда. Просто іштері пысқан ғой. Үйде жатып жатып, ертерек барайық, уақыттан қалмайық деген кісілер ғой. Міне сізге арнайы осындай сыйлық бергім келіп отыр. Ең бірінші келген қонаққа осындай үлкен сыйлық. Ата, мынау сыйлық сізге. Енді қараңыз, қазір сізге мына жаққа қарап тұрыңыз, қазақтың тойы ғой. Қазақтың сізге мақал мәтелдерін жасырамыз. Сол мақалды дұрыс тапсаңыз, тағы да бір сыйлық сізге қосып беремін. Ал бастайық, бірінші мақал, оп-оңай мақалдан бастайық. Өткізіп жібере қойып. Мынау суретке қарайсыз да, қандай мақал есіңізге түседі? Бала тілі бал. Бала тілі бал. Дұрыс. Ол отыра беріңіз ата. Тойларда болады ғой, үлкен кісілер қиынап билеп шығып жүр, мен ондай тамада емеспін ата. Келесі шығас, алып кетесіз, бітті. Кет келесі мақал материалға қарап отырыңыздар, кім қолын көтеріп дұрыс сабап, сол кісіге сыйлық берейік. Қараңыздар, келесі мақал. Мынау қандай мақал? Міне, бірінші көтерді. Қандай мақал? 6 жастар тола кетсе 60-тағы шал сәлем береді. Ол жай келе ма? Жақын жерден келе ма? Алыстан келеді. Бәсе дұрыстап айта екен. Алыстан келген 6 жасар балаға 60-тағы шал сәлем береді. Дұрыс. Келіңіз аға. Қол соғып жүрейік. Өте дұрыс. Дұрыс. Аға, есіміңіз? Жеңіс. Жеңіс аға. Қай жақтан? Мен Елтай. Елтайдың жігіті ма? Елтайдан келгендер бар ма негізі осы тойға? Неге шапалақ соқпайсыздар? Дұрыс. Аға, сізге осындай сыйлық берейін. Тефаль деген шайнекті білесіз ғой? Соның... Күнде қолданам жұмыс. Соның баласы тапал деген шайнек бар, соны сізге берейін. Енді бір сұрақ қойын, сол сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, сізге сұрақ қойын. Дұрыс жауап берсеңіз, мына сыйлықты алып кетесіз. Дұрыс жауап бермесеңіз, қалдырып кетесіз. Сізге сұрақ, мына жаққа қарап тұрайық. Сұрақ мынандай, мақал мәтелі ғой. Баласы бәйгеге шыққанда, анасы үйде отырып, не істейді? Батасын береші. Жоқ, қысат деп жатыр ғой, қысат деп жатыр. Баласы бәйгеге шыққанда, анасы үйде отырып, тақымын қысат. Енді сұрақ, әкесі қай жерін қысат? Үйге үлес. Осы бір жерін қысат шығар? Әкесі ойбет шығар, әкелер басқан емесі. Әкесінің жүрегі қысат шығар негізі аңғылы. Айындамайды, ой келер негізі. Жүрегі қысат шығар. Қол соғып жүрейік. Рахмет. Келесі мақал қарап отырыңыздар. Оңай мақалдар ғой, жалғастырайық. Мынау қандай мақал? Осының ата жерлеріміз көп айтатын негізі бар ғой. Қараңыздаршы. Ата жерлер көп айтатын негізі бар ғой. Ата жерлер көп айтады, өзі жалғыз шалдар бар кезде айтады ғой. Міне, құдалар көтерді. Құдалар. Ассалаумағалейкум. Қандай мақал? Ұлдар негізі, көп ұлан. Мана жалғыз осырақ шалым артық деп айтады. 30 ұлың болғанша? Жалғыз осырақ шалым болсын дейді. Бауыршын айтатын сөз ғой. Соны сіз дұрыстап айтсаңызшы енді. 30 ұлың болғанша? Осырақ шалым болсын дейді. Дұрыс, келіңіз тұра! Құдаға қол соғып жүрейік. Астанаға келген құдамызға қол соғайық. Аға, есіңіз? Жұман аға,
иә? Астанадан келдіңіз ба? Астанадан. Неге Көкшетау шапалақ аз болып отыр Астанаға? Қаттырақ болсын. Мен құдаларымыз келген кезде біз қаншама тойда жүреміз, білеміз ғой сіздердің жалпы. Мен құдаларыма риза болғаным, енді кейбір кісілер болады, біз қыз беріп жатырмыз деп кішкене шіреніп кетеді. Керісінше бұл кісілер ондай емес, біздің әулетпен құда болғанына қуанып келген кісілерге біз осындай үлкен сыйлығын берейік. Құда сізге ешқандай сұрақ жоқ, Алла риза болсын, отыра беріңіз. Қинамаймыз құда, отыра беріңіз. Құда, кетпеңізші. Мынау да сізге құда. Қыз беріп жатсыздар ғой, алыңыз, алыңыз құда, алыңыз. Қыз бердіңіздер ғой, сіздер дүниеге деген не ол? Болдыңдар ғой. Құда! Ала беріңіз құда, бәрін алыңыз сіздер. Бәрін алыңыз, бол, отыра беріңіздер. Отыра беріңіз. Жоқ, алыңыздар, жоқ, үшеуінде алыңыз. Үшеуінде алыңыз саған. Үшеуінде ал. Біреу жетеді. Біреу жетеді, жоқ, үшеуінде алыңыз. Мен үшеуінде берейін сіздер. Ол соған құда, құда. Құда! Мынау олып қойды да қазір. Құда, сізге. Алыңыз. Жүр ал. Жаңа келіп баратыңыз ғой, просто аузын жырлап барады да соны. Төртіншісіне бере салмайды деп жатқан жақсы деп жатқан ғой. Ал, келесі мақал жалғастырайық құдалар енді. Аяйтын жоқ қой. Келесі мақал, табайық, қатысайық, жалғастырайық. Мынау қандай мақал? Бәрі ата-әжелерге байланысты мақалдар мынау негізі бар ғой. Қол көтеріп сыйлық алып қалыңыздар. Қандай мақал? Қол көтеріңіздер. Кім біледі қолын көтерсін? Қандай мақал? Қол көтерейік. Құда көтерді, құда көтерді. Құда, қандай мақал? Әзірдің жараса ата көңілі. Дұрыс, келіңіз. Құдаларың риза болыңдар. Құда, мына сыйлық сізге, жаңа мынау жоқ сізде. Мынау жоқ сізде. И сосын мынау жоқ сізде, құда. Ал, жете ма? Иә, ол негізі 4 сыйлықтан кейін адамдар қанағат деген болады негізі, құда. Ол отыра беріңіз, болсын ғой, құда. Бәрі жауап бермеген, ол сіз ғана тапты. Ал, рахмет. Келесі, қандай мақал? Келесі қараңыздар. Қазір Құдай қаласа ет керек. Бәріміздің жанымыз ашып жатқан шығар өзі. Енді, соған байланысты енді. Кім қол көтерді? Кім айтты? Ата, қандай мақал? Атасын танымай. Күш атасын танымай. Келіңіз ата, қол соғып жүрейік атама. Қалаған сыйлығыңыз алыңызшы. Сізге не ұнап тұр? Болмаса үйде не жоқ соны алыңыз. Бол, алыңыз. Бол, отырыңыз. Атам айтты, күш атасын танымайды деді. Негізі мақал дұрыс емес. Отыра беріңіз. Негізі мақал ол емес, бірақ сыйлық берген кетті сізге солай өзі. Дұрысын табайық, дұрысын табайық. Басқа мақал негізі. Алыңыз ата, алыңыз, отыра беріңіз. Алыңыз ата, мен сізге сыйлық берген кетті. Қандай мақал? Дұрысын табайық. Анау көп жеп тоқпалы ғой негізі. Ата айтыңыз. Аш бала тоқ бала мен ойнамайды. Дұрыс ата. Вот мен сізге сыйлықты қателеспей берген ғой негізі. Дұрыс сыйлық алдыңыз, дұрыс жауап беріңіз. Қол соғып жүрейік атаның құрметіне. Келесі мақал жалғастырып жіберейік. Мынау қандай мақал? Мынау қандай мақал? Қол көтеріңіздер, көрініп тұр ма? Көрініп тұрған кісілер болса, оң жақтағы кісілер бір сыйлық алып қалсын деп жатқанымыз ғой. Кім көтерді? Кім көтеріп жатыр? Көрдіңіз ба? Қандай мақал? Айтып жіберіңіз. Ата бидай ас екен. Сосын? Күміс? Ас екен. Алтын, күміс, тас екен. Дұрыс, келіңіз, сыйлық беріңіз. Таныс болайық, есіміңіз? Нархан. Нархан ханым, қай жақтан келдіңіз? Елтай. Елтайдыңыз. Кім боласыз бүгін той иелеріне? Балдыз. Балдыз боласыз ба? Тамаша. Қалаған сыйлығыңыз алыңызшы, балдызсыз ғой.
сосын мен сізге бір сұрақ қояйын, сол сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, мына сыйлықты алып кетесіз. Сұрақ оп-оңай. Қазақстанда алма қайда өседі? Алматыда. Дұрыс емес, алма қашта. Отыра беріңіз. Жоқ, ала беріңіз, ала беріңіз. Өте шықтыңыз ғой, еңбегіңіз бар ғой. Кеттік, келесі мақал. Келесі мақал жалғастырып жіберейік. Мынау қандай мақал? Бұл мақал. Сіздерге подсказка болсын, мынау қазір өз елінде емес. Өзінің елінде емес. Қол көтерейік. Бір шыққан кісіге. Қандай мақал? Өзге елде ұлтан болғанша, өзге елде сұлтан болғанша, өз елде ұлтан болған. Сұлтан ба, ұлтан ба? Өзге елде сұлтан болғанша, өз елде ұлтан болған. Дұрыс. Дұрыс. Қалаған сыйлығыңыз алыңызшы, бәріне сондай болып отыр қазір. Қалаған сыйлығыңыз алыңыз, не ұнап тұр сізге? Таныс бола келген есіміңіз? Тілеу. Тілеу аға. Қай жақтан? Айдарлы. Айдарлы. Кім боламыз? Жаңатыған нағашы болады. Нағашы. Шабаласы ғой. Нағашылардан біреу шықты. Жаңа балсыздар шығып, құдалар шығып, нағашылардан біреу шықты. Енді сізге де бір сұрақ болсын. Сізге де бір сұрақ болсын. Қазақта 4 жастан асқан сиырды не деп айтады? Сүйірі дейді. Жоқ. 4 жастан асқан сиырды не деп айтады? Бөлінеді ғой. Сүйір болады, сүйір. Сауын сиыр. Сауын сиыр. Дұрыс емес. Қазақта 4 жастан асқан сиырды 5 жастағы сиыр деп айтады. Отыра беріңіз. Нағашысыз. Ал, соңғы мақал, сосын етімізде дайын болып қалыпты, қарап жүріңіздер. Ең соңғы мақал. Мынау қандай мақал? Осы аталары білетін шығар, білсе. Үлкен кісілердің бәрі білетін негізі осы мақал бар ма? Мынау қандай мақал? Қол көтеріңіздер, айғайламаңыздар. Тек қана қол көтерейік. Атаңын көтеріп қойды бірінші. Қандай мақал? Аюға оқ еткен таяқ қалайды. Аюға намаз еткен таяқ. Дұрыс. Келіңіз. Ата, жаңа қалаған сыйлығыңыз алыңыз ғой. Тағы да бір сыйлық алыңызшы. Не ұнап тұр сізге? Осы ұнап тұр ма? Келіңізші ата, беріңізші. Міне, қадірлі ағайын, аталар бар тарихтан сырақтарған, аналар бар көңілі таза бұлақтардан, қазақтың байтағыдан құшағында тірілді ұлт мұрасы жылап қалған деп, міне кешегінің тәрбиесін көрген осы аталарымыз ғой, әжелеріміз ғой. Міне осы кісілер бар жерде тәлім тәрбие бар, осы кісілер бар жерде береке бар деп арнайлы осы тойымызға төбе көрсетіп отырған үлкендерімізге бір шапалақ соғып қойсаңыздар артық болмас. Ата, алла риза болсын, аман болыңыз. Бұл тойымыздың басындағы ең бірінші сыйлықтарымыз ғой, әлі талай сыйлықтарымыз бар, солардың бәрін алып үлгересіздер. Енді сіздердің құрметтеріңізге арнайы әзірленген қазағымыздың ұлттық асы, үлкен асы, 4 табақ асы, үлкен асымыз ет дайын болыпты, орта қалдырайық. Алдыға ет келеді, ет келеді, ет келсе кімдер оны жек көреді. Алдыға ас келеді, ас келеді, ас келсе жаңа құдаларымызға бас келеді. Қазақтың сүбел табақ асы, етін қарсы алыңыздар. Жігіттердің білегін майыстырып, қолын майыстырып ортамызға ет келеді ағайын. Ал қарсы алыңыздар. Көзіңді жұмып қалама сезім кешкенде Мен сені сүйдім, сен мені солай сүйе алсаң Махаббат қылын үзілмес еді ешпенде Сен жүрген жермен жүргім келеді Сен көрген түсті көргім келеді Сен сүйген ғашығым менің Өзіңмен бірге салғым келеді Сен
Ендеше келгенде ауылыма құдаларым, аузыма Алла деп мен жыраламын. Сүннеті пайғамбардың амандасу, жөн болар амандығын сұрағанын, өресе шаттығына шаттандырып, жаңа құдалар қадамға қуанын деп, жақсы қадаммен, жақсы тілекпен келіп отырған біздің жаңа құдаларымыздың баршасын той төріне қарсылайық. Бірінші, екінші дастархан, жаңа құдалар, келіңіздер, той төресіздер. Жаңа құдалар, биік құдалар, ортаға жаңа құдалар, биік құдалар, жаңа құдалар, жаңа құдалар, жаңа құдалар. Кездесіпті сол кеште тойда, Міне, Айгерім біздің артынан келіп отырған бір қауым бұл, бір төбе келіп отыр екенсіздер. Бәріңізге маңда бір рахмет, келіңіздер, құдалар бір қатарға тұрайық. Бәрі көрсін, бәрі білсін. Оның ішінде осы көкше жері құдасын қалай сыйлау керек екенін білетін ел. Енді десе де осы құдаларымыз төрге шыққан кезде тілектерін асықпай тыңдайық. Өйткені міне, тілегімізге тілек қосылып, елімізге ел қосылып деп қуанып осы біздің төрімізге, біздің қуанышымызға ортақ болып келдіңіздер. Ал құрметті құдалар еді, сіз сөйле, сіздер сөйлемеңіздер деп ешқайсыларыңызға айта алмаймыз. Десе де енді араларыңыздан өздеріңіз біліп, алыстан келген бар, жасы үлкендеріміз бар, қысқартылып енді бір 5-6 кісі тегін білдірсін. Үлкеніміз әжемізден бастайық па? Жас. Құдақтарым, мереке тойларын құтты болсын. Екеуі бақытты болсын, сабырлы-шүбірлі болсын, абыройы зор болсын, үйлерінде той бола берсін. Қолдарым ашық болсын, көңілдері жоқ болсын, шөберелерің көп болсын, қызығын көрінді. Ассалаумағалейкум, қымбатты құдалар. Төскейде малымыз, төсекте басымыз қосылған қарға тамырлы қазақ едік. Екі баланың арқасында Құдай қосып құда болып отырмыз. Құданы Құдай қосып, малды жылқыны ноқта қосып дейді. Құдалықтарыңыз ұзағынан болсын, 1000 жылдық құда болайық. Шаңырақ көтеріп отқан екі бала бақытты болсын. Я жараттан құдірет, қадырлы ғұмыр кешуді 2 жасқа нәсіп ет. Ғайып берер 40 жылдан назарыңды салып өт. Қиын қыстау кездерде сүріндірмей алып өт. Тойларыңыз той болсын. Рахмет. Сәлемет сақтағылар, құда тойларыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын, 2 жас бақытты болсын, немере шөбере сүйіңіз, кім Айлин үлкен жігіт болсын, үлкен әдемі қыз өссін, артан ағалы інілері, сестренкалары болсын, солсын, бәріне денсаулық, амандық тілеймін. Құрметті Құдайым, тойларыңыз құтты болсын. Әйгерім жаңа қадамдарыңыз құтты болсын сағандар.
екі жас бақытты болып, тек қана жақсы болсын, үлгілі отбасы болып, тек қана жақсылықпен кездесіп осылай жүре берейік. Осы үлкендеріміз төрде отырған денсаулықтарыңыз мықты болып, ұзақ өмір сүріп, осылай арасымызда жүре беріңіз. Кішкентай немере қаншайымыз үлкен, әдемі қаншайым болып жүре берсін. Шүбіре болсын, шүбіре болыңыз, шөпшек жейіңіз. Құдалық мың жылдық болсын, мәңгілік болсын. Той-тойға ұлассын, бақытты болыңыздар. Құда құдай той жақсы осылады құттықтаймын. Зор денсаулық, ашық аспан, армандырды немере шөбере болсын. Бақыт тілеймін сізге. Рахмет, той жақсы. Құдайым той құтты болсын. Я самое главное желаю вам здоровья, молодым счастья. Қуанышқа ғой, тек қуаныш болсын. Құрметті құда-құдағи қонақтар, кел жарық, құдалық мың жылдық болсын. Біздің анамыз Қайратты Нинаны өте жақсы көрді, олармен біз бәріміз қуанышқа келдік. Алыс болса да куә болайық деп, ортақ болайық сіздің тойыңызға. Аман болыңыз, рахмет. Біздің қарсалығымыз біз өте ризамыз. Да, біз бөлеміз қайратқа. Сол үлкендеріміз аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, рахмет бәріңізге. Сол жастар бақытты болсын, ұзақ өмір сендерге тілейміз. Сол самое главное вам здоровья. Құдағиым вообще очарованы вами. Рахмет сізге. Вы такая красивая, такая добрая. От вас исходит такое спокойствие. Біздің Әйгерім жақсы келін болуға қалаған жассын. Дана келін болсын сендерге. Көп немере сыйласын. Сол бақытты отбасы болуға Алла тағала болсын. Той-тойға ұласын. Құрметті құдағи, бүгінгі біздің себебіміз басымызды қосып отқан осы Әйгерім мен Темірлан. Бүгінгі той бәрімізге құтты болсын. Отбасыларыңызға тек қана осы дастарханыңызды тойға, жақсылыққа жайылатын болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осылай Аллаға шүкір, бүгінгі күні немере сүйіп жатсыз. Сол немереңіз артынан жалғастар ере берсін дегім келеді. Сіздерді де көргенімізге, танысқанымызға өте қуаныштымыз. Көрген жерде сәлеміміз енді түзу болсын дегім келеді. Осы үлкен кісілер әрдайым отырғандар көріп, көргендері қызық болып, жейтіндері шұжық болсын. Алланың отбасыларыңызға Алланың берері көп болсын, берген көп көрмесін дегім келеді. Осы Алла сіздердің бет жүздерінен күлкі қуаныш айырмасын. Сол жаңа айтылып жатыр, жақсы тілектер, жақсы сөздер айтылып жатыр. Соның бәрі періштенің құлағына шалсын. Рахмет. Осылай той енді уайымдап жүрген шығарсыздар, қалай өтеді, қалай болды деп уайымдамаңыз. Бәрі жақсы өтіп жатыр. Бәріміз ризамыз. Мәселе жер түсіп кеткенде емес.
бәрі қуанышта, тойда, көңілде. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум. Көкшенің тойшыл қауымы, баршаңызға осы той жұғысты болсын дейміз. Құрметті құдағи, әулеттеріңізде болып жатқан той құтты болсын, берекелі болсын. Алла тағала осы біздің қызымызды түсіріп отқан шаңырақтарына Алла осы қыз сіздерге құт берекет әкелсін, қадамы құтты болсын дейік. Әрдайым сіздердің сыйлы келіндеріңіз болсын, мақтаныш келіндеріңіз болсын. Әрине осы балалардың жақсы болуы, балалардың сыйласу ата-анаға, осы құда-құдағиларға байланысты дейді ғой. Осы біздің Қайрат құдамыз бен Нина құдағи сіздермен 1000 жылдық құда болсын. Алла отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, істеріңізге берекет болсын. Міне бағана түсте келдік, содан бері өте тамаша құшақ жая қарсы алып, өте риза болып отырмыз. Алла сіздерді тіл көзден сақтасын. Өткенде де тойда да айтып жатырмыз ғой. Өте керемет құдамен, керемет құда-құдағи болып отырсыздар. Өзі қара болса да жүрегі ақ деп айттым ғой. Оны да тағы да айтқым келеді. Өйткені алтын жігіт құдаларыңыз. Алла тағала осындай алтын жігітке, осындай алтын құда-құдағиды кездестірген. Шүкір етеміз Аллаға. Елдеріңізде тек қана той болсын, берекелі болсын, жылдан жылға жақсылыққа, қызыққа жете беруді Алла нәсіп етсін. Бар ма айтатындар? Болды ма? Қосыламыз ба? Ешкім ренжімейді ғой, рахмет, Алла риза болсын, тілектеріңіз қабыл болсын. Енді айтылған сөздеріңіз алтын болсын, күміс болсын, ең бастысы ниетіміз дұрыс болсын. Теңге тиыннан, ынтымақ ұйымнан құрылады дейді. Осындай ұйым біршіліктеріңізден Алла тағала сіздерді ешқашанда ажыратпасын деп тілейміз. Енді рұқсат болса, бір тойдың иелерін ортаға алайық, құдалардың әулетімен жақсы бір есте қалатындай суретке түсіп алыңыздар. Келіңіздер, жақын бір қалыңыздар. Баршаңызға мыңда бір рахмет. Мүмкіндік болса, төрге шығып ан жаққа түссеңіздер де болады. Қысып қалдым көзімді, жерге тастап кеткен өне сөзімді. Кешемді салады жайым жоқ. Осы тойымызды жасап беріп отырған, енді мен той иелері бағана тойдың басына таныстырып өттім ғой. Еседен сіздер құрмет қошеметтеріңізбен, асыл ықыластарыңызбен бүгінгі той иесі болған Жанат ағам мен Алмат әтемдер ортаға шақырайыншы. Қол соғып қойыңыздар тойдың иелеріне. Танитыңыздар болса. Жанат аға, Алмат әтем той иелері. Рахмет. Аға, сағат неше болды? 6-дан 10 кетті. 6-дан 10 кетті. Бір 5 минут күтейік, может шабалақ соғат шығар бәрі. Рахмет. Аға, ұлыңыз бен келініңіздің бақытты болғанын қалайсыз ба? Қалай? Өте көп немере болғанын қалайсыз ба? Өте қалай. Тойыңыздың жақсы өткенін қалайсыз ба? Қалай? Онда күліп жүріңіз аға. Күліп жүріңіз аға. Өтірік болса да күліп жүріңіз аға. Жетісіп жүрген ешкім жоқ қазір. Енді былай істейік, бір шамалы ойын болсын, ағайын туысқандар, енді сіздің қуанышыңыз, сіздің осы мерейтойыңызға келді ғой. Енді балалардың бақыты үшін баршасы бүкіл шаруаларын артқа ысырып тастап, сіздердің тойларыңызда болайық, тілегімізді арнайы келген жақындардың бәрі жиналды. Енді рұқсат болса, бір ғана сұрақ. Алланың берген неше бала шағасы бар? Енді ме? Ау, Төртеу. иә? Неше ұл, неше қыз? Бір қыз, 3 ұл. Бір қыз, 3 ұл, иә? Шапаласуға Алланың бергені ғой, бір қыз, 3 ұлы бар екен. Анаңызбен
Қанша жыл болды отандас бірге шаңырақ көтеріп жатсыздар ғой? 31 жыл. Ұмытып та қалыпсыз ғой. Өзі 39-40 жыл деген сондай жылдар ғой өзі. 40 жыл өзі бір адаммен тұра беріп кімнің бай екенін ұмытып қаласың кейде. Енді десе де осы сіздердің сәтті махаббаттарыңызды балаларыңызға берсін. Енді былай істейік. Бүгінгі тойда біз ғана ән айтпайық. Өйткені халықтың арасында отырып бізден де жақсы ән айтатын апаларымыз бар, құрметті қонақтарымыз бар. Вот соны анықтап алайық деген мақсатымыз ғой. Мына жерде сыйлықтарды қойып жатыр екенсіздер, соны үлестіріп берейік. Қазір енді осы жерде оң қанат болып, сол қанат болып ағайын туысқандар отыр ғой. Енді соны екі жақтан екеуіңізге бір бөлісіп берейік. Енді сол командамен жұмыс жасайық, бір тамаша ойын болсын. Сізге оң жақтағы қонақтар жақын ба, жоқ әлде сол жақтағы қонақтар жақын ба? Қайсысын алайық? Бір командан алайық. Оң жақ па? Сол жақ қой негізі. Сол жақ сіздікі, иә? Жақсы. Сол жақ Жанат ағамның командасы, бір қол соғып қойыңыздар. Негізі аға, команда деген мынандай болды, қараңыз. Алматы әкемнің командасы дайын ба? Көрдіңіздер ме? Мына кісілер еттерін жеп алып тыңқи болған кісілер ғой, кәдімгідей бар ғой. Ойынға қатысып, тек қана сыйлық алуға келген кісілер. Енді былай істейік. Сіздерді жүгіртпей, секіртпей, билетпей, тек командаңызға қарайсыз, ере жүр боласыз, жақсы ма? Әндер қойылып отырады, 5 ән болады, 5-6 ән. Сол 5-6 әннің ішінде ең күшті қатысып, сол сөзінен жаңылмай, сөзін әдемі айтқан соңғы қонаққа бір әдемі сыйлық береміз. Түсінікті деп ойлаймыз, командаңызға қарап алыңыз, ортада тұрып алыңыз. Алматы әпке, сіздер мына командаңызға қарап алыңыз. 5-6 ән анықтаймыз, ұпайын береміз. Ең күшті ән айтқан қонаққа ең соңғы әннен кейін жақсы сыйлығын береміз, жақсы ма? Қарап отырыңыз, кім күшті ән айтып отыр? Ал бірінші әннен бастайық, жақсы айтқан қонаққа ең бағалы сыйлығымыз бар, соны беретін боламыз. Ал бірінші әннен бастайық, маэстро жібер, командаңызға қарап алыңыз. Аға, сіз командаңызға қарап алыңыз. Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар, бір дәуірдің мөлдіреген, бәрімізде жазылмаған армандастар, қордастар, біз дәуірдің мөлдіреген, бәрімізді армандастар, абзал достар, замандастар. Қарабамыз ғой, Алматы әкемнің командасы аз болса да, дауыстар күшті шығып отыр бар ғой. Енді жастар болса да, мына жақта апаларымыз бәрі айтып отыр. Енді бал берейік. Осы әнді Алматы әкемнің командасы жақсы ән айтқаны үшін толықтай 50 бал берейік. 50 бал. Санап отырыңыздар. Жанат ағамның командасы жақсы айтты, бірақ сәт дауысы ақырын шыққаны үшін сіздің командаңызға 40 бал берейік. Аздау ғой? Аз ғой? Көрдіңіз ба? Вот, мына 40 балға Жанат ағам өзі риза болмай отырғаны үшін, қанағаттанбай отырғаны үшін минус 5 бал. Қанағаттан отырыңыз аға. 35-те 50. Кеттік, екінші ән жіберейік, қатысайық, сыйлықтарды аламыз, кеттік жібер. Құдаларыңыздың құрметіне бар ғой, сізге толықтай осы ән үшін 20 бал берейік. Көрдіңіздер ме? Ат көшіп қуанып отырған үшін тағы да 30 бал берейік. Қанша болды? 80, 35. 115 бал. Осы әнді апамның командасы.
Сау, енді сөйлеп отыр, айтыңыз. Жаңағы өлеңді бастан аяғына дейін айтып беремін. Айтыңызшы аға, бәрі естісін. Жаңағы өлеңді бастан аяғына дейін айтып беремін. Басынан аяғына дейін. Көрдіңіздер ғой, иә? Бұл тамаданың ойына жағаласып отқаны үшін -15 балл. Іштерің күйсін. Келесен жалғастырайық, сіздер алда келетсіздер. Маэстроға жібер келесен. Апа, командаңыз оятайық, жақсы ма? Сіз қарап тұрмаңыз. Бұл үлкендердің барлығы білетін, ә? Шығарайық достар. Бақытым сияқтанып. Ол осыны кім тұрып айтып, соған 100 балл. Келеді қиялаймын, сен жақсың айлым. Кешікпей келмеген, мен тұрмын елге. Жол жаққа қараймын, сен жақсың айлым. Кешікпей келмеген, мен тұрмын елге. Біздің қонақтарды білмеймін ба, бірақ құдаларыңызға мен риза болып отырмын. Осы ән болсын, той болсын, би болсын, құдаларыңызды өтер болды ма, бұл құдалардың құрметіне 100 балл беремін. Общий қанша болды? 220. Вот осында Алматы жаңа қалаға тиіп отқан 100 балл беріп күліп жетіп көрдіңіз бе? Аға, риза болып отқаның үшін тағы да 50 балл беремін сіздің құрметіңізге. Общий есептеп отырсыздар ғой да? Қанша болды аға? Жоқ, 200 бірдей болды, 100 болып болса. 300 болды. Я ол математиктер кісілер өтші. 265. Ана көрдіңіздер ма? Ана кісілер сарқыт жинап отса да бәрін санап отыр. Ән айтқан жоқ. Жинап отыр бәрі. Кетіп келесі ән жалғастырайық, тағы да аналардың құрметіне. Маэстро, жібер. Шығар достар. Қатысайық. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен бердің құстардың қанатын самғаған. Әлде аялап өсірген жемісің, самал жер құшағың мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәлемім, көңілімді көктемге өзіңмен тамаша. Оқыңыздар ма? Бәрі күшті айтты. Оң жақта сіздер де күшті айттыңыздар. Бірақ осы әнді жақсы айтқан үшін Алма анамыздың командасына толықтай 50 балл берейін, 50 балл. Қараңыздар, мен сіздердің балдарын төмендетіп жасамдар, настроениесі төмен түспейді, қараңыздаршы. Осы әнді Жанат ағамның командасы жақсы айтты, бірақ 30 балл берейін. 30 балл деген сайын шыңғырып жатыр ғой бұл кісілер. Алма тәтемнің командасына 50 балл берейін. Негізі 50 баллың айғайлау мынандай болу керек қой негізі. 30 балл берейін. Нақсат қуанып отырған ең, қалай үстіне 70 балл қосып бермейсің. Общий 100 балл. Ризасы ба? Ризамын. Сіз риза болсаңыз болды. Өйткені ақшасын беретін сіз ғой, сіз риза болсаңыз болды. Келесі ән жалғастырайық, әдемі қатысайық. Осы әнді кім күшті билеп тұрып айтады, сол командаға 100 балл. Бір команда ғана. Маэстро жібер.